Қош келдіңіздер. Айнұр Бермұхамедова, кино көрсетілім және дубляж бөлімінің музыкалық редакторы, актрисасы және Мұзды өлке мультфильмдегі Аннаның кішкентай кезін дыбыстаған ортамызда Ақнұр Тұяқбай. Мереке құтты болсын келе жатқан. Көңіл-күйіңіз қалай? Студиямызға қош келдіңіздер. Сіздер үшін енді Айнұр ханым, әсіресе өзіңіз үшін әсіресе сондай жұмыс науқаны ғой, енді бұл мерекелік кездер. Театрда, кинода рөлдеріңіз бар, одан кейін дубляж бөлімінде де үлгеріп жатыр екенсіз. Оның үстіне бұл өте жауапты жұмыс, яғни менің естуімше Мұзды өлкені және басқа да Диснейдің үздік мультфильмдерін дыбыстау үшін ең әуелі сіздердің дауыстарыңызды жазып алып Лондонға жібереді. Сол жерден тек қана бекітілген дауыстарды ғана осы жерде жаңағы дыбыстауға рұқсат етеді. Иә, дұрыс айтасыз. Бізде үлкен кастинг өтеді. Кастингте бір кейіпкерге 3, 4, 5 актерларға дейін шақырылады. Барлық кастинг жазылып біткеннен кейін бәрін біз жібереміз Диснейге. Ол жақта өздері таңдайды. Біздің ешқандай қатысымыз жоқ. Өздері таңдайды, өздері бекітеді. Бекітілген адамдардың жаңағы бізге жібереді қайтадан. Аты жөндерін. Одан кейін бізде жұмыс басталады. Қызу жұмыс басталады. Бұл Мұзды өлке мультфильмін дыбыстауға қанша адам атсалысты? Дыбыстауға 12 адам жұмыс жасады. Бұл мультфильммен ол жерде бір ерекшелігі бізде кейіпкер бала болса, онда міндетті түрде біз балаларды іздейміз, балаларды шақырамыз. Және бізде өте талантты балаларымыз бар. Ақнұр, Ағарыз, Алан, Еңлік, Сәулет, тағда бізде Риза деген қыздарымыз бар, Бейбарс деген балаларымыз бар. Бізде кәдімгідей Алихан, Сауданбек өсіп келе жатқан балаларымыз бар біздің. Балапан арнасы арқылы көпшілікке танылып қалған балалар, бірақ жалпы дубляж бөлімінің жұмысы біздің жұмысымыздан қарағанда кішкене ерекшелеу. Оның өзіндік ерекшеліктері, өзіндік бір нюанстары бар. Әрине. Олар жайында біздің көрермен біле бермейді, сондықтан да өздеріңіз айтып берсеңіздер. Несі қиын, несі қызық, бұл жұмыс сіздерге несімен ұнайды? Енді бұл жұмыс көргенге бұлай, фильмді көргенге, мультфильмді көргенге бұл жеңіл көрінуі мүмкін. Дайын өнімді көргеніңізде. Ал жалпы жұмыс процесі, жұмыс барысы бұл өте күрделі, өте қиын. Себебі біз әр кейіпкерді шақырып, онымен жұмыс басталған кезде, оның сөзі бәлкім 5-6 бет болуы мүмкін. Бірақ сол бір бетті біз бір күн жазуымыз мүмкін. Ол жерде әр тынысы, оның тыныс шығару, тыныс алуы, шаршауы, жылауы, сөйлеуі, жүгірген кезде жаңағы алқынып қалуы, немесе жылаған кезде сөйлей алмауы, қобалжуы, бәріні жаңағы кейіпкерлер, біздің жазып жатқан актерлар, бәрі өздерінің өне бойынан өткізеді. Біздің Ақнұр Мұзды өлке мультфильмде Аннаның кішкентай кезін дыбыстады. Осыған дейін қанша мультфильмде дыбыстадың? Дауысың бар? Мен бұған дейін ең алдымен Құрбақа мен Ханшайым мультфильмінде Ханшайымның кішкентай кезін, содан соң Моана мультфильмінде Моананың кішкентай кезін, сосын Бэмби мультфильмінде Тақылдақ, яғни көжектің рөлін сомдадым. Ал бұл 4-ші дыбыстау. Өте керемет. Ұнай ма өзіңе жұмысың? Қиын емес па? Жоқ, маған қиын емес, себебі бұл менің бірінші жұмысым емес. Бұдан алдында Дисней компаниясының жаңа атап өткендей бірнеше мультфильмдегі басты рөлдерді дыбыстадым. Жақсы. Сабақ кестесімен, басқа да істеріңмен үйлестіре аласың ғой бастысы? Әрине, сабақ менде бірінші орында тұрады, одан кейін осындай жұмыстармен айналысамын. Өзіңнің ата-анаң сені қолдайды, бұл ісіңе қарсы емес? Жоқ. Жақсы. Айнұр ханым, сіздің де ұлдарыңыз осындай істерге атсалысатынын білем. Жалпы өнерлі отбасында өсіп жатқан балалар болғаннан кейін, енді олардың да өнерден шет қалуы мүмкін емес. Олардың уақыттарын қалай үйлестіріп отырасыз? Сабақпен, өзге? Енді жаңа біздің Ақнұрымыз айтқандай, сабақ бірінші орында. Одан кейін барып жаңағы телевидение бола ма, дубляж бола ма, жоқ әлде театрдағы рөлі бола ма, кішкентай ол біздің театрдың актері көп есептеледі, рөлдері бар өзінің. Содан кейін уақытты жеткіземін. Ақнұрдың тамаша дубляж жасайтынын білеміз, ал сабақ үлгерімін қалай? Жақсы шығар? Әрине,
Сабақты 5-ке оқимын, барлық сабақ 5. Керемет. Енді Қазақстан ұлттық арнасынан «Мұзды өлке» мультфильмін көрермен қай уақытта тамашалай алады. Және бұл енді біздің ұлттық арнаның кішкентай көрермендеріне тосын сыйы екенін баса айтып өтуіміз керек шығар. Жалпы бізде 26 желтоқсаннан бастап акция жүріп жатыр. Диснейдің үздік мультфильмдерін біз осы біздің балаларымызға, көрермендерге ұсынып жатырмыз. 26-сынан бастап бізде Үйректер оқиғасы, Күлше қыз 2, Күлше қыз 3, одан кейін Бэмби. Міне бүгін осы сіздердің бағдарламаларыңыздан кейін Софияның басынан өткен оқиғалары болады мультфильм. Ол жерде де бізде басты кейіпкер біздің кішкентай ғана қызымыз, 11-12 жасар Малика Смағұлова деген қызымыз. Одан кейін «Мұзды өлке» фильмі бізде 1 қаңтарда сағат 12-де. Тамаша. Бұл тек қана балаларға емес, менің айта кеткім келеді. Бұл отбасылық мультфильм. Себебі бұл жерде ең басты тақырып бұл отбасылық құндылықтар. Тамаша, рахмет айтам сізге. Мен өз басым дубляж бөлімінің жұмысына қатты қызғам. Өте тамаша дүниелер істеп жатырсыздар. Мұна жасыма қарамай мен мультфильмдерді көп қараймын сіздердің. Өйткені кәсіби еңбек көрініп тұр. Ақнұр, саған сәттілік тілейміз, сізге де сәттілік тілейміз. Дубляж бөлімі еліміздің жалпы тіліміздің дамуына, өркендеуіне, жас ұрпақтың қазақ тілінде анық сөйлеуіне, тілге деген махаббатының артуына атсалысып жүрген бірден-бір ұжым. Осы сәтті пайдаланып, дубляж бөлімінің барлық қызметшілеріне, барлық басшыларына жаңа жыл құтты болсын деп өз атымыздан алғысымызды білдіреміз. Сондай-ақ Айнұр ханым мен Ақнұрдың барлық әріптестерін, яғни актерлар қауымында біз жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймыз. Себебі бұл мерекеге сіздердің де сіңіріп жүрген еңбектеріңіз ұшан теңіз. Сіздерге де алғыс айтамыз. Құрметті қонақтарымызды біз асханамызға шақырсақ, біздің аспазымыздың әзірлеген кереметтей дәмінен ауыз тиіңіздер. Алланы бері қарай шақырсақ, қонақ келді. Алла дастархан мәзірін жайып, қонақ жай қалыппыз ғой. Жақсыдан мырзаға үлкен алғысымызды білдіреміз. Біздің тон жамылған шабағымыз дайын. Мінекей біздің қонағымызға алып келсеңіздер. Келген қонағымызға да қонақжай студиямыздың ең соңғы ноталары қалды. Міне Ақнұрдың арқасында ғой деймін. Иә, міндетті түрде. Әрине. Міне осындай. Өте керемет шырша тәріздес, яғни ойыншықтары да бар. Ақнұр қалай екен? Жақсы ғой, иә? Не дедіңіз? Қазір біз қасық, шанышқыларды алып келеміз. Әзірше қонақтарымызға алғыс айтып, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық.